Assalamualaikum, құрметті көрермендер. Мені қыстың күні бізде бүгін 2 февраль, күн жылы, 5 градустан 5 градус 6 градус жоғары. Сондай қойлар сеткеге қайта-қайта үйкене бергеннен кейін бір шаруа шомылдыру өткізейін дедік, иншалла. Әрі көршім келді, ол да келіп көмектесіп отыр. Екі ортадан раствор жасап, мінекей, бүгін банный день бізде. Мына осылай неғып отырақ. Себебі істері биттеп кеткен болса, күйлеріне қатты зиян береді. Күйін тастап жереді мал. Ертең босанған кезде қиын болады. Бәрі көбісі буаз бұның ішінде. 100% деп құда қаласа деп айта берейін. Бірақ енді берген болған болады құда қаласа. Осылай міне. Осындай біздің өзіміздің қолдан жасаған напор жасайтын помпа алғам өткен кезде, сол бір видео түсірген едім ғой. Соны қайтадан қолданып шығарып, міне Аллахқа шүкір. Міне осылай бір қойларға жеңілдік жасап тұрған түріміз, иншалла. Мінекей. Жақтыла бұра беріп, әрқайсын айналдырып. Қай жерде қатты топталып атса, жаңа не атса, бірін қысып қоймау үшін үстінен шаш. Бұрышқа шашсаң, сол кезде олар бері қарай қашады. Бірін қысып бастырылып қалмау үшін ар жағына шашсаң, сол кезде бері қарай бәрі жылжиды. Сондай өзіміздің әйтеуір бір лайфхак дегендей өмірден алған тәжірибеміз істеп атқан осындай нәрселер. Ана сеткеге қиырықтарын келіп, иықтарын қасып жүр, соған қарағанда кішкене подозрение, битке подозрение болғаннан кейін осылай концентрация раствора өте сәл жоғары қылдық. Әшейін жаздың күні 1 тоннаға 1 литр кролин қосатын ек. Бұл жолы 1 тонна суға 2 литр кролин қосып, иісі енді мүңкіп тұр, айта алмайын. Осылай бір шомылдырып алсақ, құда қаласа, көктемде одан кейін тағы бір шомылдыра береміз, құда қаласа. Осылай. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Бәріне жауап берем. Просмотр жасағаннан кейін лайк басып, подписка жасаңыздар. Мен өте қуанамын, шабыттанамын. Жаңа видеолар салуға тырысамын, иншалла. Келесі видеода көріскенше, иншалла. Ассаламу алейкум.